Әке қанының құдіреті. Бір кісінің әкесі Ұлы Отан соғысында ерлікпен қаза табады. Бертін келе Ресейдің бір жерінде әкесінің жерленген орны зираты табылған жайлы газетке мақала жарыққа шығады. Ағайын туыспен ақылдасқан жігіт ағасы дереу әкесінің сүйегін туған елге әкеп арулап қайта жерлемек болады. Жолға қамданып, жол жүрерінде кәрі шешесіне ішіндегі күп тойында жасырмай айтады. Ондағысы ширек ғасыр өтіп кеткен әке сүйегін қалай білмек? Қырғын соғыста қаза болған боздақтардың мәйіті ауысып кетуде ғажап емес. Ол жерде жерленген шынымен әкесі ме, әлде басқа біреу ме, бөтен біреудің мүрдесі болса ше? Анығын қалай білмек? Қарт анасы сонда баласына: балам, қазақта қанына тартқан деген сөз бар. Ол жайдан жай айтыла салған сөз емес. Егер әкеңнің мүрдесіне күмәнің болса, өз қаныңмен тексер дейді. Ұлы, қаныңмен тексер дегенде қалай шеше деп аң-таң болады. Шешесі мүрдені ашқан соң бас бармағыңды шертіп, қан шығарып, сол қанды әкеңнің бас сүйегіне тамызарсың. Егер сүйек сенің әкеңдікі болмаса, әлгі тамызған қаның сүйекке сіңбей ағып кетер болса, шара жоқ. Ал егер сенің қаның сүйекке тиген бетте құмға сіңген судай сіңіп кетер болса, онда ештеңеге алаң болма. Әке сүйегі сенің қаныңды қабылдайды депті. Көпті көңіл алаңдатқан ұлы анасының мына әңгімесінен кейін көңілі жай тауып, Ресей асады. Арнайы құрылған комиссиямен орыстың қалың Ну орманына өтіп, жазық алаңқайда жерленген бауырлас жауынгерлердің зиратына келіп тоқтайды. Мәйітті қазып алу кезінде анасының айтқан ақылымен әкесінің бас сүйегіне бармақ қанын тамызып көреді. Айтқандай, бармағынан тамған қан қаңқа сүйекке лезде сіңіп жоқ болады. Тек дөңгеленіп қанның орны ғана қалады. Әлі де сеніңкіремеген жігіт ағасы қасындағы өзі секілді келген жігіттің әкесіне бас сүйегін әлгіндегендей бармақ қанын тамызып көреді. О тоба, расымен бөтен сүйекке тамғанған жылтыр тасқа тигендей мөлдірей сырғып ағып кетеді екен. Өз көзіне өз сенбей таң қалған жігіт әкесінің мүрдесін сан жылдардан кейін осылай туған еліне әкеліп арулап жерлеген дейді. Қазақтың қанына тартқан қан жібермейді деген сөзі осы ау сірә.